Ғаламтор адамдарды алыстатады. Қазіргі кезде адамдар шынайы өмірдегі сөйлесудің орнына ғаламторды тыңдайды. Ғаламтор бүкіл әлемдік форум. Дүниежүзіндегі адамдардың 90% осы ғаламторды қолданып келеді. Біздің қазіргі орта жүрген информатика пәніндегі интернет ұғымы 1953 жылы пайда болған. Интернет желісі 20 ғасырдың соңғы кезеңдері пайда болған кезде ол өте жылдар әрі кейін таралған. Пайдасы өте көп. Біз одан өзімізге керекті ақпараттарды ала аламыз. Мысалға, мен өзіме керекті ақпараттарды ғаламтор арқылы алып жатырмын. Ғаламтор арқылы біз шетелдегі достарымызбен және алыста тұратын туысқандарымызбен байланысқа түсе аламыз. Ғаламтордың артықшылықтарына қарағанда зиянды жақтары да көп болып келеді. Қазіргі таңда ғаламторға тәуелділік әлемдік мәселе болып табылады. Оның кесірінен адамдар арасында күнделікті байланыс үзіліп бара жатыр. Ғаламтордың пайдасымен қатар зияны да көп. Мысалы, ғаламторды көп уақыт бойы қолданса, көру қабілеті нашарлайды. Ғаламтордың келесі зиянды тұсы ол адам денсаулығы. Компьютер алдында ұзақ отырған адамның денсаулығы нашарлай түседі. Себебі қозғалыстан қалып, соңы бел, арқа, көз ауруларына келуі мүмкін. Қазіргі таңда ғаламторда алаяқтар көбейе бастады. Олардан құтылған абзал. Қорытындылай келе, жалпы компьютердің алдында артық отырып алмай, ғаламторды ретінде пайдаланса, өзіне деген қажетті сайттар мен ресурстарға кіріп, керегін алса, онда ғаламтордың түк те зияны жоқ. Тек тәуелді масыл болып қалудан қашқан жөн.